60 жыл күндіз ораза, түнде намазда болған құлшылығыңнан 1 сағат отырып оймен толғаған құлшылық одан әлдеқайда артық түседі деген. Бұны тафаккур деп атайды, енді орысша размышление дейді. Мына ол оңашада жасалады, былай адам өзі 1 сағат, 1,5 сағатқа кетеді дағы, мынандай өзінің үнсіз жасайтын дұғалары, бірдеңелер болады, енді оның сіздерге керегі жоқ, профессионалдарда болады. Солар жаңағыдай мынау күнделікті өмірдегі өтіп жатқан құбылыстар, оқиғалар бар ма? Солардың жаңағыдай хикметін, жаңағы феноменологиялық тұнба дедік қой, сол тұнбасын ұстап алу үшін 1 сағат, 1,5 сағат үндемей отырады, ана жерде дұғаларын жасап, өзінің айтатын дұғалары болады. Сол кезде болып жатқан оқиғалардың адамға негізгі үйреткісі келген, негізгі дарытқысы келген даналықтарының бәрі ана барып, көңілдің түбіне барып шөгеді, жаңағы тұнба болады. Соны айтып жатыр. Ал оны енді оймен, ақылмен жасалады. Бірақ бізде елдегі жағдай, саяси ахуал, билік жүйеміз біздің автократия болғаннан кейін, автократия нықтыру үшін жаңағыдай қолдан жасалынған уағыздарына у қосып айтатын адамдарды морализммен мезі қылып, сосын ақиретпен қорқытып, жаңағыдай тек қана құлшылыққа байлап, денемен жасалатын құлшылыққа байлап қоятын саяси жүйе орнағаннан кейін, бізде дінге сенетін адамдардың ой толғай алмайтын себебі сол. Яғни ақылмен құлшылық жасай алмайды. Ол үшін құлшылық деген тек қана жаңағыдай намаз оқса, я жұмадан қалмаса, болды, соны ғана құлшылық деп біледі. Ал мына оймен, философиямен кіретінді, ол құлшылық екенін жасамақ тұр ма? Даже соның құлшылық екенін мойындамақ тұр ма? Ол сөзді ол естімейді. Алғаш рет барып, ақылмен, оймен жасалатын құлшылық бар, негізінен ойлану деген құлшылықтың атасы 60 жыл күндіз ораза, түнде намаз оқығаннан 1 сағат отырып ой толғаған әлдеқайда күшті болады десең, шыңғырып жібереді. Сен сонда не, намаз оқыма деп тұрсың ба? деп. До такой степени уже адамды топас қылып жібереді. Осындай нәрселерге бара алмайды. Сондықтан біздегі елдегі мұсылманмын деп өзін жариялап, ислам дінін насихаттаймын деген адамдардың даналықпен көзге түсудің орнына ақымақтықпен мазаққа ұшырап, әжуа болып фейсбукта тарап жүретін себебі сол. Алысқа бармайық, өткенде осыдан 1 апта бұрын мүйізі қарағайдай бір ғұлама біздің рухани темірқазығымызды есінен адасқан жынды деп бірдеңе деп оттап пұттап күлкі қалып, елдің бәрі анаған прикол ұстап отырды ғой. Соған барысын айтып көрші, соған. Көке, ақылмен, оймен жасалатын құлшылықтан хабарың бар ма деп сол білем екен соны. Адам құлшылықты денемен ғана емес, ақылымен де, ойдың қуатымен де жасай алады. Жалқау ақыл, шабан ой тұрып қалған су сияқты борсып кетеді. Осыдан соң құмарлықтың араны ашылады. Мынау біздегі еркектердің жаңағыдай қатын құмар болатыны, тоқал темасын қайталай бергісі келетіні, ақшасы болсын, болмасы, шамасы келсін, келмесін, 35-40-тан кейін далбасалап жағы, тоқал алсам қалай қарайсың деп, жырбыңдай беретін себебі, оймен жасалатын құлшылық тоқтап, тоқырап, тозып, ой борсиды ғой. Сол кезде негізі либидо деген нәрсе бар ма, жаңағы энергия, сол ой толғаған кезде құндылық өндіріп отыратын не ғой ол, атом электростанциясы сияқты ол энергия өндіру керек. Сол біздің ер азаматтардың бәрі мұндай оймен жасалатын құлшылықты білмейді, естімейді, үйренбейді, и оның тәсілін де білмейді. Соны жүрмей қалғаннан кейін жатқан не бар емес па, жаңағы энергия. Сол сыртқа шығу керек болады. Өйткені чересчур көп қой ол, тамақ жеп жатыр, ұйықтап жатыр, энергия жиналып жатыр. Енді оны сыртқа шығару керек болады дағыны. Содан жаңағыдай casual sex дейді ғой. Қалай болса солай ылығып-былығып кете беретін, ненің оқиғалардың қаптап кететін себебі сол.